Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Bir күн үмметтерім жөнінде ойлап, қапаланып отырған елем. Джабраил алейхиссалам келіп, салам беріп айтты: "Бұл не деген қапачылық? Аллах Таала сенің үмметтеріңе 5 қасиет берген. Бұл қасиеттерді сенде мұрдағы үмметтерге берген емеселе. Бірінші, Аллах Таала айтады: "Пендем мен жөнінде қандай ойласа, ошондоймын. Ал дегені, мені кечіремдүү деп ойласа, мен кечіремдүүмін." Екінші, Аллах Таала қайсыл пенденің күнөөсүн бұл дүйнөдө жашырған болса, қиямат күні күнөөсүн ашкара қылып елдің арасында шерменде қылбайды. Üçüncü, ар bir адамдың жаны кекіртегіне жеткенше тоба ешігін бекітпейді. Төртінші, bir адам жер бетін күнөө менен толтырса да, өмірінің ақырында тоба қылып, "Ла илаха иллаллах, Мухаммаду Расулуллах" деп чын жүректен айтса, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет. Бешинчи, тирөөлөрдөн аларга кылган дуасы менен өлүктөрдөн көр азабын жоготот. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: Аллах Таала денени жаратуудан 4000 жыл мурда арбактарды жараткан. Рызкылардын да жараткан. Арбактарды жаратуудан 4000 жыл илгери жараткан, анан Аллах Таала өзүнүн барлыгына, бирлигине күбөлүк берген. Ал кезде жаралган нерселерди жарата элекеле. Асман жок эле, жер да, кургактык да, деңиздер да жок эле. Мындай күбөлүк берген. Аллах күбөлүк берет. Bir өзүнөн башка теңир жоктугуна жана бериштелер жана илим ээлери да күбөлүк беришет. Адилеттүүлүктө турган абалда bir Аллахтан башка теңир жок. Ал үстөмдүү, данышман.